мам, болды, мынау уже слишком. Мен ана үйге қайттан бармай, мене мал жиын деген. Не, шашын розовыйға бояп жүр ма? Жоқ, ол маған бүгін айтады, сен 5 бала туу керексің дейді. 5 бала, мам, нереально ғой? Келесі четвертке дейін ту деді ма? Жоқ. Онда несі нереально? Жас бала емессіңдер. Аяқ қолдарың сау, светті өшіру білесіңдер. Мама, біз ол балаларды қалай асыраймыз? Ештеңесте жоқ. Бізде асырадық қой сендерді. Тамақтарың тоқ болды, көйлектерің көк болды. Не дейсіңдер? Мен семьяда бірақ бала емеспін ба? Құдайға шүкір де, сен сияқты қайтып келе беретін қыздың екеуін туғанда мына шашын баяғыда аппақ құдай болатын еді. Көп сөйлемесең кетші бар. Бардана роддомнан ертерек орнын бронировать ете бер. Мама, 5 бала деген слишком көп, хотя бы 3 балаға түсірсін, сосын бірақ барам үйге. Сен не менімен кәдімгідей саудаласып тұрсың? Бар қайқай үйіңе кет. Сосын ана бека қайт, аяғын жыл ұстасын. Жоқ, мам, сіз түсініңізші. 5 баланы мен қалай тәрбиелеймін? Миым ашып кетеді ғой. Ештеңесте жоқ, қорқатын түгі жоқ. Алдыңғы 2 баланы дұрыстап тәрбиелесең, қалғандары содан керегін өздері ақ сұрап алады. Сіз қайдан білесіз? Жалғыз мен ғана тәрбиеледіңіз. Сен көп сөйлей бермеші, а? Енді біле білсең, балалы үй базар, баласы үй қу мазар деген, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген. Туй, мам, қойыңызшы. Мақалдарды айтып, қорықта бермей. Все равно 5 бала табу қиын. Бека екеуінің бөлмелерінің есігі жабыла ма? Я. Онда түкте қиын емес. Бар, көп сөйлемей қайқай, 5 баламен бірақ кел. Бар. Баршы. 5 бала. Неге 5-еу? 7 болу керек. Әйтпесе қалай көбейеміз? Автобуспен өте керемет баруға, жұмысқа, детсадиққа, институтқа өте жақсы автобус баруға. Қараңдар, қандай адамдар бізбен бірге автобуспен жүр, бұл біздің депутат Менс Маратович қой. Ну, неге сіз сонша внимание маған. Мен сізбен, сіз қарапайым халық, мен де қарапайым. Қайда қарапайым? Интернетте сізді 3 этажды коттеджде тұрып, гаражда 10 көлік ұстайды деп айтады. Бәріміз естідік, сондай деп естідік. Так, ну ты давай нервный болып кеттің. Совсем из-за интернета, кстати, тебе вот так вот скажу. Из-за интернета. Ол өте зиян ақпарат, кстати, өте зиян. Кітап оқу керек. Достоевский оқу керек. Лермонтов оқу керек. Экзюпери оқу керек. Тоқтан, сонда сіз біздің жазушыларымыз қаламайсыз ба не? Қалайсыз. Рахмет. Мен өте жақсы қал. Сен қалайсың? Сіз қалайсыз? Қалайсыз деп қояды ғой. Көріп тұрсыз ғой. Жұмыс жоқ, жол жоқ. Күйеуім көзіме шөп салып жүр. Жол жөндетеміз. Спокойно. Жұмыс табамыз. Жұмыс көп. Непочатый край жұмыс. Ал шөп – это статья. Мужу так и передайте. Еще и көзге салат. Отморозок. Жұмыс табылса табылмай ма? Қазір бәрі бәке арқылы кіретін болды ғой. Ну что сразу, вот нервный интернет. Нервный. Мәке, бәке. Мен, например, жұмысқа кірдім через саке. Қалжың. Пробка ғой жолдың. Жыл сайын жөндейді жолдың. Неге, от рыжий. Циркқа бару керек саған, жемесе. Надо бәрімізге, сендерге жұмысқа шығу керек. Көмектесу бізге керек. Сен не деп тұрсың? Біз шығуымыз керек па жұмысқа сондай? Так, тихо. Шығып жұмыс жаса, жөнде жолды. Тихо. Мен сендермен қарапайым, мен де қарапайым. Сендер туралы ойланам. Аялдамашечка. Так, все. Халықпен, жүрекпен, өкініш орай, аялдамашечка.
Ты давай там керек емес нәрсе, монтаж, кесіпста, хорошо? Вот. И инстаграмда астына жаз. Мыс Маратович, халықпен, жүрекпен, болашаққа. Хорошо? Все, давай. Четко делай. Жан, мынау Раушан гүлі дәл сен сияқты әдемі және нәзік. Менің шексіз махаббатым белгісі ретінде қабыл алшы. Қандай күшті. Жанымсың. Жан, енді ұсақ түйекке бола ұрыспай қояқшы. Өткен жолы я келесем, менің кінәм болып, 3 минутқа кешіп қалдым. Ендігер олай болмайды, шын айтам. Сен осылай өз кінәңді мойындаған, көп нәрсені айтады. Нағыз еркектер ғана осылай істейді. Кино көрейік, е? Quelque temps, mon cœur ne bat que pour toi. Кешір, мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Je sais ce qu'il y a. Сен сияқты кешірім сұрап тұр жігіт. 2 роза сыйлай саламын деп ойлағам. Кейін менің жаным үлкен букетке лайықты деп ойладым да, 50-ден кем алмаймын деп шештім. Apercevoir. Сен мені бірақ Раушан гүліне бағаладың ба? Жоқ, жаным, кино ғой. Жігіт ауыр күнә істеп қойған шығар. Мүмкін көзіне шөп салған шығар. Мүмкін. Жарайды. Ya, je sais. Жаным, кеше кеш бойы сенің смс-каларға жауап бермегенім үшін мені кешіре аласың ба? Me charme s'entend apercevoir. Көзіне шөп салып дейсің, е? Мені кешіргенімді қаласаң, осындай 100 Раушан гүл әкелесің. Түсіндің ба? Неге 50 емес? Садыласың кеп тұр ма? Онда 200. Жан, тоқташы енді 100 болсын, 100 дедің ғой енді. Иә, сен. Не керек саған, а? Есің дұрыс па, бұл? Не бипотып аттың? Кішкене былай қарай шықсаңыз болады ғой, қарындас. Сен қуасың ба, сен жаға мен қақып кете жаздадың ғой? Есіңіз дұрыс па, қарындас, кішкене жолдан былай қарай шықсаңызшы. Көріп тұрсыз ғой, көлікпен келе жатырық қой. Мен анамын, менің балам бар, сен көріп тұрған жоқсың ба не? Үйчө, ана болсын, балаңыз бар болсын, не болады екен? Баламен келе жатқан анаға всегда жол беру керек деген заң бар, есі чо. Баланың денсаулығы мен оның бақытты ел болашағы деп ілініп тұр ғой бәр жерде. Айналайын, ол жай ғана билбордтағы лозунг сөздер. Ал кімнің сөзі сен білесің ба? Менің балам болашақта өскенде президент болады, түсіндің ба? Ал сен жаңа ғана болашақ президенті қақып кете жаздадың. Короче, барда, дүкенге барда, маған сушек әкеп бер, түсіндің ба? Жаңа мен сушек лақтырамын деп бітіп қалды. Тағы да? Сосын дәріханаға барда, ең үлкен пачка памперс әкеп бер маған, түсіндің ба? 2-ші размер. Сосын, короче, маған полторушечка донер әкеп бер, түсіндің ба? Қарным ұшып кетті. Құттықтайым, бүгіннен бастап сен президенттің қызмет жолындағы ең күшті личный шофері боласың, түсіндің ба? И ұмытпа, мен анамын, менің балам бар. Я ж мать, по-любому мен айтқан дұрыс, түсіндің ба? О, идет и воняет. То есть маленький босиком. Неге? Потому что рот к жопе близко расположен. Что там, бар ма? Бар. Әкелдім басеке. Молодец. Можешь, когда захочешь. Енді өйстіп аптасына бір рет көріп тұрасың. Жартысы маған бересің, жартысын өзің аласың. Түсін ба? Давай. Есің. Нан. Шай жұрттың ба? Енді сіз айттыңыз ғой. Жартысын маған, жартысын өзіңізге ал деп. А, сен сөйтіпсің ба? Иә. А, сонда 100 мың, сон жартысы маған, типа 50 мың, жартысы өзіңе сөйтіп түсінген жоқсың ба? Жоқ.
сөйту керек пе еді? Қуасың ба елімей ақша? Болды. Адам ақшаны таба алмай жатса Болды, Басеке. Білмей қалдым. Бүтіндеп әкел мынаны. От алдыр кет. Адам ақшаны таба алмай жатса бұлар. Не болды? Аккумулятор бұзылып қалды. Итеріңді жүр. Болды, Басеке. Қуып жете алмаймыз. Қайда кетті екен ала? Сол тірлікке кетті-ау дейміз. Таксиге ақша жоқ, Жоқ. Өш қалды. Тоқта. Келген, ә? Айттым ғой, машина кеп қойған тірлікке де. Су жоқ, ә? Че там, жігіттер, кешіктіңдер ғой. Зато машинеміз кешіккен жоқ қой бізде. В общем, тамақ кеп қалды. Әңгіме қысқа болады, жігіттер. Бітті. Кеттік. Тоқтаңдар. Бұл тірлікті шешейік. Шешейік? Жекпе-жек. Сен бір баланы шығар, мен бір баланы шығарайын. Төбелестірейік. Төбелестіреміз? Біз дәу, төбелеспейсің ба? Шаршап тұрмын. Сен шықпайсың ба? Менде тем более желание жоқ. Зато бізде желание бар. Врачка, қорқма! Врачка, давай, 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 давай.